Жүзімнің пайдасы. Жүзім құрамындағы дәрумендер миға өте пайдалы. Түстен кейін қос уыс жүзім немесе жүзімнің бір кесе таза сығында шырынын ішу денеге де, ми жасушаларына да өте пайдалы болып келеді. Калория тұрғысынан 1 келі жүзім 1150 грамм сүт, 390 грамм ет, 300 грамм нан және 1200 грамм картопқа тең деп саналады екен. Бұған қоса емдік қасиеті бар амин қышқылы А және В дәрумені, калий, магний, кальций, силиций, йод, цинк, күкірт секілді микроэлементтері де жүзімнің құрамында кездеседі. Достар, қазақша арнаға қолдау білдіріп, арнамызға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің кішкене әрекеттеріңіз бізге үлкен қуаныш және шабыт сыйлайды. Видеоны соңына дейін көріңіз. Жүзімнің адам денсаулығына тигізер пайдасы жайлы айтатын боламыз. Жүзімде жүйке жасушалары үшін қажетті 15 түрлі амин қышқылдары бар. Тіпті барлық тіршілік иелерінде 20 шақты амин қышқылдары кездесетіндігін ескерсек, жүзімнің тамақ мәзірінде алар орнын ұғына түскен дейміз. Жүзім әртүрлі аурулардың алдын алу құралы ретінде қолданылады. Жүрек қан тамыр жүйесінің патологиясын емдеуде қолданылады және жүзім жидек ас қорыту жүйесін жақсартады. Өйткені қышқылдықты арттырады және асқазан шырынын өндіруді жеделдетеді. Таза жүзім респираторлық проблемалар үшін ұсынылады. Жүзім жүйке жүйесін тыныштандырады екен. Жүзімнің тұқымы диеталық өнім болып саналады. Оларда белоктар, дәрумендер, минералдар мен заттар бар. Сүйектерде Е дәрумені, калий және кальцийдің құрамында күшті антиоксидант бар. Ешқандай токсинді олардың шабуылына қарсы тұра алмайды. Достар, жүзім майы жайлы естіген бе едіңіздер? Жүзім майы өте кең қолданылады. Мәселен, медицинада жүрек тамыр, ас қорыту, бауыр аурулары үшін пайдалы, қабынуға қарсы бактерицидтік, холеретикалық қасиеттері бар. Ол күйік, кесу, кейбір тері аурулары үшін қолданылады, иммунитетті арттырады. Косметологияда бұл терінің, шаштың, тырнақтың сұлулығы мен денсаулығына пайдалы. Массаж жасау үшін скрабтың, маскалардың, орауыш құралдарының көп бөлігі ретінде қолданылады. Жүзім құрамындағы магний адам денесінде мидың да тынығуына ерекше әсер етеді. Жүзім бауыр ауруларын, қан аздықты, анемияны емдеуде көп қолданылады. Құрамындағы жеміс қышқылдары бүйрек пен ішек жүйесінің жұмысын реттеуде, қанның тазаруы мен майдың еруіне көмектеседі. Дененің вирустарға қарсы тұруын да күшейтеді. Жоғары калориялы болуымен қатар, құрамында өте аз мөлшерде май мен протеин болғандықтан, жүзім өте тамаша қорекке жатады. Құрғақ жүзімде су аз болатындықтан, оның калориясы өте жоғары әрі темір мен кальцийге өте бай болып келеді. Жүзім адамның иммунитетін күшейтеді, жүйкені тыныштандырып, терінің түлеуін арттыра түседі. Ол сондай-ақ аллергия мен буындарда, тұз жиналуының алдын алуда таптырмайтын жеміс болып саналады. Жүзімнің құрамындағы табиғи фруктоза денедегі жұмсалатын қуаттың аз уақытта қайта қалпына келуін қамтамасыз етеді. Түстен кейін қос уыс жүзім немесе жүзімнің бір кесе таза сығындысын шырынын ішу денеге өте пайдалы болып келеді және де ми жасушаларына да пайдалы екен. Жүзімді қалай таңдаймын? Жүзімнің ең жақсысы ұстағанда қатқылдау болатыны және ашық түсті келгендері. Жасыл түстегі жүзім алғыңыз келсе, сәл сарғыштауын, қара жүзімді қаласаңыз, қою түстісін таңдаған жөн. Жүзімді мүмкіндігінше сыртқы тозаңымен сақтай білген дұрыс. Сабағының құрғап қалғандығы
жүзімнің үзілгеніне біраз уақыт болғанын көрсетеді. Тез үзіле қоймауы жүзімнің сапасын білдіреді. Бір тал жүзімнің шіри бастауы тұтастай бір шоқ жүзімнің шіруіне алып келеді. Жүзімді сатып алғаннан кейін көп уақыт ұстамаған жөн. Жүзім міндетті түрде суық жерде сақталуы тиіс. Бөлменің жылылығы жүзімді тез солдырады. Жүзім тоңазытқышта 1-2 күн бойы бұзылмастан сақталып тұра береді. Тоңазытқыштан алынған жүзімді 1 сағаттан кейін жесе, дәмі анағұрлым тәтті болады. Сақтықта қорлық жоқ. Дұрыс жуылмаған жүзімді пестицид, ашытқы саңырау құлақтары, шаң тозаң қалдықтары қалып қоюы әбден мүмкін. Қара жүзім бас сақинасы ауруын жүдетіп жіберуі мүмкін. Ал қызыл жүзімнің құрамындағы таниндар сақина ауруын тудыруы мүмкін. Сондықтан жүзімді мөлшерден тыс жеуден аулақ болыңыз. Ең бастысы, жер алдында жақсылап жууды ұмытпаңыз. Жүзімнің негізгі пайдалы қасиеттері және оның организмге пайдалы әсері бірнеше ғана, соны атап өтейік. Бірінші, дененің қорғанысын нығайту қабілеті. Екінші, қатерлі ісік ауруының төмендеуі. Үшінші, жүрек қан тамырлар жүйесін нығайту, қан құрамын жақсарту. Төртінші, холестеринді төмендету. Және бесіншісі, бүйрек тастарының алдын алу секілді пайдалары бар. Жүзімді қалай дұрыс пайдалану керек? Егер сіз оны негізгі тамақтану 1 сағатқа тамақтану алдында және одан кейін 1,5 сағат арасында ішсеңіз, денеге ең үлкен пайда әкеледі. Сонымен қатар, жидектердің өздері де шырын, шарап және басқа да өнімдерді аз мөлшерде тұтыну керек. Жүзім шырыны жайлы айта кетейік. Дәрігерлер жүзім шырынын зат алмасуды реттеп, өкпе, бүйрек және бауыр ауруларын емдеу үшін белгілейтін болған. Жүзім шырыны ең бағалы өнімдердің бірі болып саналады. Оның құрамы дәрумендер мен басқа да биологиялық белсенді қоспаларға бай болып келеді. Жүзім шырыны ағзамыз бен денсаулығымызға қалай әсер етеді? Жүзім шырынында көптеп кездесетін пектин, жаман холестерин деңгейін төмендетіп, ағзадағы еркін радикалдарды жояды. Әрине, шырынның пайдалылығы жүзімнің түріне қарай анықталады. Мысалы, қара жүзім шырыны әйелдерге өте пайдалы, өйткені ол сүт безі қатерлі ісігінің пайда болуына жол бермейді. Жүзімде антоциан пигменттері бар. Олар қатерлі ісік жасушаларының дамуына тосқауыл болады. Егер олар болса, таралуын айтарлықтай баяулатады. Осылайша бүкіл ағзаның қорғаныс қасиеттерін жақсартады. Жүзім шырынын тұрақты түрде пайдалану бауырдың жұмысын айтарлықтай тазалап, гемопоэз процесін жақсартады. Ішек жұмысы реттеліп, буын ауруларын тоқтатады. Достар, видео пайдалы болған болса, қазақша арнаға қолдау көрсетсеңіздер, арнаға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Денсаулықтарыңыз жақсы болсын, сау болыңыз.